Қазақстанның газ қызмет саласындағы цифрлық технологиялар. Ұлттық газ операторы газбен жабдықтау нысандарын цифрландырып жатыр. Нәтижесі қандай? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Елдің газ тарату жүйесі жұмысының дәлдігіне бүкіл республиканың энергетикалық қауіпсіздігі тәуелді болып келетін күрделі механизм. Сондықтан жұмыс барысында болмашы қателікке бой алдыруға болмайды. Күрделі схемаға газ қоймалары, жер астында терең орналасқан жоғары қысымды құбырлар да енгізілген. Күрделі газ шаруашылығын бақылауға цифрлық технологиялар көмектеседі. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында ұлттық газ операторы бірыңғай диспетчерлік орталық құрды. Міне осы жерде күрделі механизмді басқару жұмыстары жүргізіледі. Центральное оперативное диспетчерское управление. Тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілерінің технологиялық жұмыс режимін орталық жедел диспетчерлік басқару, газ және газбен жабдықтау туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес ұлттық оператордың функциясы болып табылады. Газбен жабдықтау саласындағы ұлттық оператор 2015 жылы бірыңғай диспетчерлік орталық құрды. Бұл Қазақстан Республикасының аумағында газбен жабдықтау және тауарлық газды тасымалдау саласындағы барлық ұйымды үйлестіру мен өзара іс-қимылды біріктіруге, сондай-ақ Ресей, Қытай, Түркменстан, Өзбекстан және Қырғызстан сияқты шекаралас елдердің газ тасымалдау компанияларымен үйлестіруді бірыңғай арна арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Бірыңғай диспетчерлік орталықта еліміздің газ тарату жүйесін бақылау тәулік бойы жүргізіледі. 19 мың шақырым магистральды және 45 мың таратушы газ құбырдың әрбір сантиметрі үнемі мамандардың бақылауында. Цифрландыру жеткізілетін газ көлемін есептеуді жеңілдетуге де көмектеседі. Бұл жерден бүкіл Қазақстан аймағында газ тасымалдау және газбен қамтамасыз ету бір жерден осы жерден басқарылады. Біздің одан басқа бөлімшелеріміз бар әр аймақта. Бірақ барлық не осы орталықтандырылып осы жерден басқарылады. Қазіргі таңда осы автоматтандыру енгізу арқасында біздер әр кез келген нелерді өзгерістерді жедел түрде көріп тұрамыз. Аймақтарда болған өзгерістерді. Мысалға апатты жағдайлар болса, егерде тез қимыл жасауға жаңағыдай газ көлемін көлемін бақылауға сол маңы бізге өте жеңілденді бұл. 2017 жылдың соңында ұлттық газ операторы бағдарламалық жасақтаманы жаңартты. Нәтижесінде бақылау тиімділігі артып, жүйенің жай-күйін талдау жеңілдей түсті. Ілмекті арматураның жағдайын қашықтан басқару мүмкіндігі туды. Ал ең басты артықшылықтың бірі цифрлық технологиялар газ тасымалдау жүйесінің жұмысын модельдеуге көмектесті. Яғни қандай қуатты жүктеп, газды тасымалдаудың қандай жолдарын ұтымды пайдалануға болатынын айтып отырады. Цифрландыру бағдарламасы бұл қазір біздің ұлттық оператордың бағдарламасы саты-сатымен жеті кезеңге жаңағыдай жоспарланған. Қазір таңда соның 3-ші кезеңі өтіп жатыр. Бұл жаңағыдай 80 астам объекттерді автоматтандырылды. Болашақта сол 7 кезеңнің бәрі біткен кезде толықтай бәрі автоматтандырылады. Бүгінде ұлттық газ операторы іргелес мемлекеттердің газ операторларымен деректер алмасу жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр. Ал цифрлық технологиялар республиканың газ тасымалдау жүйесінің кез келген нысаны мен телекөпір өткізуге мүмкіндік туғызып отыр. Ел аумағындағы барлық агрегат жұмысын Астанадағы диспетчерлік орталықтан шықпай-ақ көріп отыруға болады. К стратегическим объектам относятся компрессорные станции. Стратегиялық нысандарға компрессорлық станциялар, жерасты газ қоймалары, өлшеу тораптары мен газ өлшеу станциялары кіреді. Оларды автоматтандыру онлайн режимінде Қазақстанның газ тасымалдау жүйесін басқару мен бақылаудың жеделдігін айтарлықтай арттырып, қажетті технологиялық деректерді алуға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні жобаны іске асыру нысандардан деректерді алуға және Қазақстан аумағы бойынша газ тасымалдау көлемін онлайн режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Осылайша бүгінде цифрлық технологиялар газ тасымалдау мен таратуды оңтайландыруға да көмектесіп жатыр. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.